Жалпы мына мотоциклдың түріне қарасаң бір андай мотоцикл сияқты. Қалада бір андай керемет болып киініп алып, арнайы мотоциклистердің киім, кожаный куртка, былғары етігін киіп алып, қалада светофорда современный болып тұрып, жаңында мопедистер өтеді, олар өте берсін, олардың уровеньнен уже өтіп кеткенсің қандай. Сыртынан қыздар көріп, тамсанып, іштей білдірмей тұрасың да, бірақ іштей жанып тұрасың да, сыртқа білдірмейсің да, сондай мотоцикл сияқты да мынау. Енді бұл жалпы бұл мотоциклдың түріне қарасаң бір қымбат мотоцикл сияқты да, бірақ негізі ондай емес, бірақ арзан да емес та, өзінің бағасына тұрарлықтай мотоцикл ғой. Бұндай мотоциклді біздің қазақтар көбінесе обзор түсіре бермейді, көбінесе орыстар түсіреді. Біздің қазақтар ол орысша обзорды көбінесе көре бермейді. Арнайы сіздер үшін осыған қазақша обзор түсірейін деп жатырмын. Енді мына Қазақстанда өзі бар жоғы таза қазақтар бір 12-13 миллион шығар. Соның бір 2 мыңы көріп отырса, қазір сіздерден көмек болсын. Ондай қатты көмек сұрамаймын. Әшейін видеоны көріп отқан болсаңыздар, лайк басып, подписка жасап қойсаңыздар, біздің келесі қазақша обзорға деген бір керемет мотивация болатын еді. Жалпы енді мотоциклға келетін болсақ, бұл мотоцикл түріне қарасаңыздар өте сұлу десек те болады, фигурный десек те болады. Былай қарасақ, багына қарасаңыздар, бүйтіп жіңішкеріп, деп жаман ойламай қойыңыздар енді. Бұл мотоцикл жалпы 250 кубты арнайы қалада андай блатовать етіп жүруге арналған мотоцикл ғой енді. Ал енді бәріміздің бала кезден келе жатқан, өзімізбен жасты адамдардың бәрінің көкейінде болатын сұрақ қой енді. Кейбіреулері енді бұны сұрауға да ұялатын шығар бәлкім. Жалпы біздің ішімізде жүретін қаншаға дейін жүре алады, қаншаға дейін басады деген сұрақ болады ғой енді. Бұл енді жалпы қаншаға дейін басады, біз аңыратып бір басып айдап көрген жоқпыз. Бірақ енді бұның характеристика бойынша и читок приборы бойынша мына жерде электронный читок прибор, бұл да қосылған кезде как-то обновление сияқты барлығы несі максимальный түрде көрсетеді да, қайтадан обратно түседі. Бұл жерде 190-ға дейін көрсетеді да. Бұл мотоциклмен енді негізі 190-ға дейін енді опасно болады. Өзімнің білуімше бұл примерно 140-160-қа барады деп ойлаймын. Өйткені бұл 6 скоросты 160-қа барып қалады деп ойлаймын. Енді бұны практически біз тексеріп көрмейдік. Сіздерге бүгінгі обзор осылайынан сөзбен барлығын түсіндіре кететін боламыз. Жаңа айттым ғой, читок приборында 190-ға дейін көрсетеді деп, енді бұл практически менің ойымша 160-қа дейін барады деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қаншаға дейін барады? Комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Жалпы бұның документациясын айта кететін болсақ, бұны қалада жүруге қазір көбінесе мопедтер дарылап жүр, соған арнайы заңдар шығарайын деп жатыр. Ол бір күні болмаса, бір күні заң күшіне енсе, ол барлығын тоқтатып, документ ресми түрде құжаттамасын талап ететін болады да. И сондықтан арнайы бізде осы мотоциклға барлық ресми құжаттар түгел алған кезде барлығын учетқа қойып алып, заңды түрде жүре бересіздер. Бұл жалпы мотоциклдің кубатурасы, яғни объемы 250 кубты, өздеріңіз білетіндей, мынау водяной охлаждение деп айтылады. Машиналар бар ғой, кәдімгі өмірдегі машиналар радиатормен, антифризбен жүреді. Дәл сондай бұл мотоциклдің моторы арнайы радиатор орнатылып, шлангылармен, помпмен мотоциклдің объемы 250 куб болып жүреді. Поршень размерлері 177, оның барлығын толық ақпарат білулеріңіз келсе, бізге жазыңыздар, немесе комментарийға сұрақ ретінде қалдырсаңыздар да болады. Егер қатты сұрақтың жауабын білулеріңіз келсе, бізге хабарласып білсеңіздер де болады. Бұл мотоциклдің сыртқы сипатына қарап, және дөңгелектеріне қарап, қалаға арналған және асфальтқа арналған бірден білуге болады да. Және артқы дөңгелегіне келсек, шығыстың тілімен айтқанда жоян дөңгелекті арт жағышы. Размері 150-де 60-та 17 размерде. Балоны араларыңызда мотоцикл сүйетін адамдар болса, онда өздеріңізде білесіздер, спортивный мотоциклдің дөңгелектері қандай болатын. Мынау дәл сол сияқты лысый дөңгелек. Лысый болғанмен бұл арнайы қалада, повороттарда, асфальтте бұрылғанға өте қолайлы дөңгелек десем де болады. Және дискісі титановый болады. Ал тормоздарына дұрыстап мән беріп қарайтын болсақ, бұл спортивный мотоцикл болғандықтан, жаңағыдай қатты жылдамдықпен жүре алғандықтан болған тежегіш өте қажет. Яғни бұның тежегіші цилиндрмен болады және тормоздың жеткіспен болады. Бұның тормоз дискісі, осындай байқасаңыздар, арасында тесіктері бар. Бұл тесіктер арнайы мотоциклді жақсы тежеу үшін, тез тоқтату үшін арналған. Бұда обычный дискілер тұрады, басқа мотоциклдерде олар обычный тормозда, ал бұл арнайы усиление деп айтсақ та болады, күшейтілген түрде жасалған тормоз болып есептелінеді. Алдыңғы дөңгелегі 17 размерде, бірақ ол алдыңғы дөңгелек жоян емес енді. Жіңішкерек, алдыңғы дөңгелегінің размері 119, міне, 110-да 70-те 17 размерде. Яғни ана артқы 150 болса, мұнанкі 110 размері. Бұл да дәл сондай титановый дискімен тормоздары
күшейтілген түрде жасалған колодкасы жүйткіспен болып жүреді. Енді бұның сондай әдемілігі, жаңа қыз сияқты дедік қой, бұл мотоцикл қызға теңейтін болсақ, бұның мына жағын шашы деп алатын болсақ, мына жағы фигураға келеді. Енді былай бактың үлкендігі бұл бак темірден жасалған, сыйымдылығы 14 литр. Яғни бұл басқа мотоциклдарда бактың основной часть дейді ғой, маңызды жағы асты жағында болады да, бензиннің тұратын жағы. Бұл да арнайы бак жоғарылатып жасалған дизайн сондай да, бұл да И темір биіктетіліп жасалғандықтан бұның көлемі 14 литр. Осы основной часть үсті жағында болады, бұл да бензин И асты жағынан карбюраторға кетіп, бұл еще бензин насоспен жүреді. Яғни мынаны зажиганиені қосқан кезде деп өзіңіз байқайсыз. Бензин насос бірінші бензин сорады, одан кейін старт кнопкасын басқаннан кейін оталады. Ал басқа мотоциклдар сияқты газ басып, жаңа подсос тартып, олай әуре болмайсыз. Енді тағы келетін айта кететін жағдайымыз бұның үстінде отырғандағы читок приборы. Яғни жаңа айта кеттік қой, электрон читок приборы барлығы максимальный көрсетеді деп. Сол жерде тағы бір айта кететін жағдайлардың бірі шетінде өте әдеміленіп жасалған оборот, яғни тахометр және ортасында Циклон брендінің несі жанып тұрады, жазулары. Яғни Циклон дегенді өздеріңіз білмейтін болсаңыздар, қысқаша айта кетейін. Мысалға Циклон деген бренд өздеріңізге танымал машина сияқты, мысалы Toyota компаниясы сияқты. Циклон мынандай дейді, сол сияқты Toyotаның джибі бар, жеңіл машинасы бар деген сияқты, өздеріңізге түсінікті болса, обзорымызды жалғастырайық. Ал алдыңғы фарына келейік. Алдыңғы фары бұл жерде Циклонның ортасында жазуы бар, міне, әдеміленіп жасалған, және жан жағын диодпен қоршалған бұл жерде И қосқан кезде астыңғы фар жанады, міне. Дальныйды қосқан кезде үсті жанады. Бұның әдемілігі де осы дағы андай қызға теңедік қой, жаңа бір сұлу қыздар болады ғой, бір сол сияқты сұлу мотоциклдің бірі ғой. Ал бұл сұлу мотоцикліміздің артқы фары, яғни артқы жарық шамы ерекшеленіп жасалғанда необычный дейді ғой. Міне топ-томалақ болып, осы жерде диодты шамымен тұрады и аваринкасы бөлек. Бұрылғы шамдары төмен жағында орналасқан осы крылода. Осымен біздің қазақша шолуымызды тәмамдайық. Сіздерге ұнаған болса видеоға лайкты күтемін. Подписка жасап қойыңыздар. Қалған сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазыңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Ал енді келесі қазақша обзорымыз шыққанды күтіңіздер, подписка жасап қойсаңыздар, сіздерге көрінетін болады міндетті түрде.